Біздің ғаламшардың 3/2 бөлігі судан тұрады. Бұл әлемдік мұхит. Ол миллиардтаған ғажайып жәндіктердің мекені. Жердегі ауа райын реттеуші қызметін атқарады. Біз әлемдік мұхит туралы не білеміз? Ол 4 негізгі мұхиттан тұрады. Тынық өзіне әлемдегі бүкіл судың жартысын қамтиды. 5 континентпен ұласып, ғаламшардың 3/1 бөлігін алып жатыр. Ол алып болуымен қатар өте терең болып саналады. Онда Мариан ойпаңы бар. Оның ең терең нүктесі Челленджер тұңғиығы, тереңдігі шамамен 11 километр. Егер ең биік Эверест тауын осы тұңғиықтың түбіне қоятын болсақ, оның төбесі судан көрінбес еді. Көлемі жағынан екінші мұхит Атлантика. Оның көлемі тынықтан 2 есе аз. Атлантика және Кариб теңізінің шекарасында орналасқан Пуэрто-Рико ауасы 8,5 километр терең. Атлантика мұхиты алапат дауылдарымен әйгілі. Мысалы, ең қиратушы Катрина дауылы осы Атлантикадан шыққан. Үнді көлемі бойынша 3-ші мұхит. Оның ең терең жері Зонд ауасы, шамамен 8 километр. Адамдар алғаш рет ірі зерттеу экспедициясын осы Үнді мұхитына ұйымдастырды. 15 ғасырдың аяғында Васко да Гама Португалиядан шығып, Африканы айналып өтіп, Үндіге дейін жүзіп кетті. Ал ең шағыны және суығы солтүстік мұзды мұхиты. Ол өзінің атына сай. Оның едәуір аумағын жыл бойы мұз басып жатады. Бұл мұхит ең таязда, бар болғаны 5,5 километр. Солтүстік мұзды мұхитында әлемдегі ең ірі арал Гренландия орналасқан. Климаты қатал болғандықтан онда температура 0 градус. Солтүстік мұзды мұхитында онша тіршілік жоқ, бірақ мүлдем жоқ деуге болмайды. Оның суларында балықтың түр-түрі бар. Ал ондағы медузалар мен мидиялар ірілігімен ерекшеленеді.